Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қазақ тілінен кезекті сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғат және адам. Бүгінгі сабақта сіздердің меңгеретіндеріңіз проблемалық сұрақтарға деректер арқылы дәлелді жауап беру. Өз жауабын өзгелердің жауабымен салыстырып талқылау. Оқушылар, экранға назар аударайықшы. Суреттер топтамасынан нені байқадық? Ой қозғап, тұжырым жасап көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Суреттер топтамасынан табиғат пен адамның егіз екенін байқадық. Табиғат адам үшін жаралыпты. Бар қызық табиғаттан таралыпты. Оқушылар, тыңдалым мәтініне кезек беріп, мұқият тыңдап отырайық. Қазақстанның экологиялық проблемалары. Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік әсер етуіне болып отыр. Атмосферадағы көмірқышқыл газдардың концентрациясының артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарылауына әкеліп соғады. Энергия көзі ретінде көмір, мұнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және машиналардың көбейіп, индустриялық революцияның өркендеуіне байланысты бұл процесс тезірек жүреді. Жер планетасындағы атмосфераның температурасы артатын болса, планетаның көптеген бөліктерінде құрғақшылық болады. Басқа жерлерде жаңбыр көп жауып, жерді топан су қаптайды. Полюстегі мәңгі мұздар еріп, аралдар мен жағалауларды мұхиттар мен теңіз сулары басып кетеді. Ауыл шаруашылығының өнімі нашарлап, халықтар мекенін тастап, күн көрістің қамымен басқа жерлерге көшеді. Табиғатты қорғау мәселесі бүкіл дүниежүзілік проблемаға айналуда. Экологиялық проблема дегенде ең алдымен Арал, Балқаш, Каспий, Семей қасіреттері еске түседі. Адам мен табиғаттың қарым-қатынасын жақсартуға бағытталған шара табиғат байлықтарын тұтынуды ақылға сыйымды мөлшерде өзіне-өзі шек қою. Сондықтан біз табиғатты аялай білейік. Оқушылар, тыңдалымнан кейінгі тапсырманы орындамас бұрын ойлау дағдыларының деңгейіне құрылған сұрақ үлгілерімен таныстырып кетейін. Ойлау дағдыларының деңгейі білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалаудан тұрады. Білу деңгейінде нақты фактілерді, жұмыстың орындалу ретін, негізгі ұғымдарды білу керек. Сұрақ үлгілері не, кім, қашан. Мысал, ертегідегі басты кейіпкер кім? Түсіну деңгейінде оқушылар фактілерді, ережелерді түсініп, оқу материалын өз сөзімен интерпретациялау қажет, яғни өз сөзімен баяндау керек. Сұрақ үлгілері басқаша қалай түсіндіруге болады? Бұл үлгі болып табыла ма? Мен мұны өз сөзіммен сипаттай алам ба? Мысал, өз сөзіңізбен айтыңыз, графикті, суретті түсіндіріп беріңіз. Қолдану деңгейінде оқушы ережелерді, әдістерді, ұғымдарды, заңдарды, қағидаларды, теорияларды практикалық тұрғыдан қолдану керек. Бұл қалай пайдаланылады? Бұл немен байланысты? Қандай жағдайларда деген сұрақ үлгілері қолданылады? Мысалға, жасап көр, таблица, график жасап, қолдану мақсатын түсіндір, есепті бірнеше тәсілмен шеш. Тағы басқа. Талдау, жинақтау, бағалау, жоғары ойлау дағдылары. Талдауда оқушы
жасырын жайттерді ашып, ойдың өрбуінен қателер мен олқылықтарды айқындау керек. Фактілер мен олардың салдарының арасын ажыратып, ұсынылған фактілердің маңыздылығын айқындау қажет. Неге, қалай, себебі не болып табылады деген секілді сұрақ үлгілерін қолдануға болады. Мысалға, құрылымы қандай, салдары неде? Топтастырыңыз, салыстырыңыз, себебін талдаңыз. Жинақтауда оқушы шығармашылық тұрғыдан шығарма, не болмаса эссе жазады, тәжірибе жасаудың өзіндік жоспарын ұсынады. Сұрақ үлгілері: егер бұл іске асатын болса, осыдан кейін не болады? Мысал, өз шешіміңізді табыңыз, алгоритм құрастырыңыз. Бағалау деңгейінде оқу материалының маңызын анықтап, ол туралы өзіндік пікір келтіріп, ойын білдіреді. Бұл жақсы ма? Және неліктен? Бұл қисынды ма? Және не себепті? Мысалға, баға беріңіз, баламалы пікір айтыңыз. Оқушылар ойлау дағдыларына сәйкес мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырып көрейікші. Тапсырманы орындап болсақ, экрандағы сұрақтармен өз сұрақтарымызды салыстырып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте жақсы орындадық. Енді балалар, осы сұрақтарға мәтіннен деректер келтіріп жауап берейікші. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы орындап болсақ, өзіміздің жауабымызды басқалармен салыстырып, талқылап көрейік. Өз нұсқамызды экрандағы нұсқамен салыстырып көрейік. Экологияның нашарлауына не себеп? Адамдардың табиғатқа антропогендік әсер етуінен болып отыр. Климат өзгерісі неге әкеліп соқтырады? Температураның жоғарылауына әкеліп соқтырады. Ненің салдарынан құрғақшылық болады? Жер планетасындағы атмосфераның температурасы артуынан болады. Топан су қаптауы мүмкін бе? Әрине, жаңбыр көп жауса, жерді топан су қаптайды. Табиғат байлықтарын қалай тұтынуға болады? Табиғат байлықтарын тұтынуды ақылға сыйымды мөлшерде өз-өзіне шек қою. Балалар, барлығымыздың жауабымыз экрандағы нұсқамен дұрыс сәйкес келетіндігіне мен сенімдімін. Қорытындылай келе, бүгінгі сабақта проблемалық сұрақтарға деректер арқылы дәлелді жауап бердік. Өз жауабымызды өзгелердің жауабымен салыстырып талқыладық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі білім алаңында жүздескенше.